Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді әрі оңай жасалатын, әсіресе форманы қажет етпейтін галета пирогын дайындайтын боламыз. Видеоның маңызды жерлерін жіберіп алмау үшін соңына дейін қарауға кеңес етемін. Алдымен ұнымызға қопсытқышымызды саламыз. Одан кейін мұздатқыштан немесе холодильниктен шыққан майымызды қосамыз. Барлығын жақсылап илеп, үгітіп, қолымызбен осылай видеодағыдай етіп үгітетін боламыз. Ұнымызбен араластырамыз. Одан кейін 2 столовый ложка қантымызды және де 1 жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Барлығының басын біріктіреміз және де қамырымызды илеп болғаннан кейін оны міндетті түрде жарты сағатқа холодильникке алып қоямыз. Себебі бірден жасап жіберетін болсақ, бізге қамырымыз ыңғайсыздық тудырады. Шамалы қолымызға жабысып, илеген кезде ыңғайсыздау болады. Сол үшін міндетті түрде холодильникке салып қойыңыздар жарты сағаттай уақытқа. Қамырының жасалу жолы өте оңай, көріп тұрғаныңыздай, аяқ асты қонақ келіп қалған кезде жасай қоюға өте ыңғайлы. Және де міндетті түрде емес, нектарин қосу, алма немесе груша және де басқа да жемістеріңізді қосып жасасаңыздар болады. Бірақ нектаринмен немесе персикпен жасасаңыздар өте ерекше, прям жұмсақ, нежный болып шығады. Маған осы жолы өте қатты ұнады. Мен бұған дейін бұл пирогты алмамен, грушамен да жасап көрдім. Және де ол пирогтарда өте дәмді болып шығады. Бірақ та персикпен және нектаринмен жасағаныңыз мүлдем ерекше дәм беретін болады. Және де қамырды илер кезде міндетті түрде пергаменттің үстіне бірден илеңіздер. Және де мен бүгін асығыс болып, холодильникке салмай бірден жасап, шамалы ыңғайсыздық тудырды. Қамырын жасаған кезде ыңғайсыздау болды. Сол себепті міндетті түрде жарты сағатқа қамырыңызды холодильникке қоя тұруды ұмытпаңыздар. Оның үстіне кесілген нектаринімізді осылай салып шығамыз. Және де осы нектаринді салардың алдында қамырыңызға нутелланы жақсаңыздар өте ерекше дәм беретін болады. Мен мына жерде нутелланы жақтым және де оның үстіне нектаринімізді салдым. Ол енді міндетті емес, қалауыңызша салсаңыздар болады. Осылай жан-жағын біріктіріп, әдемілетіп, одан кейін жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Және де алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіп шығатын болады. Соңынан үстіне қант себуді ұмытып кетпеңіздер, ол кішкене нектариннің дәмін келтіретін болады, өте ерекше дәм береді. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды, жарты сағат уақыттың ішінде дайын болады. Бүгін аяқ асты пикникке шығатын болып жасай қойғанмын, өте дәмді болып шықты. Және де достар, каналыма тіркеліп, қазақ тілді каналдың дамуына үлесіңізді қоса отырыңыздар. Қош сау болыңыздар.